Бұл дорамалар саған ұнамаған болса, онда өзіңді дорамщикпін деп атамай ақ қой. Сәлем достар, мен өзім блогер, контент-мейкер болғаннан кейін маған фильмдерді, сериалдарды қарау өте маңызды. Өйткені ол жақтан мен түрлі идеялар аламын, креативті дамытамын, шабыт аламын, және де әрине өзімнің жұмысыма, клиенттермен, не болмасам өзімнің блогыма түрлі видеоларды түсіруге жақсы көмектеседі. Қандай дорамалар маған қатты әсер етті, қатты ұнады, және де мен 100-ден 100 деген балл қойдым. Кеттік. Бірінші маған қатты ұнаған дорама «Императрица Ки». Маған жалпы тарихи дорамалар өте қатты ұнайды, бірақтан бұл дорама өте ерекше болды. Кадрлар, киімдер, жалпы сюжет бойынша да өте күшті. «Императрица Ки» тарихи дорамалардың ішінде ең топовыйын деп айтсам болады. «Императрица Кидегі жалпы жаңағыдай соғыс, интрига, түрлі стратегия, тактикалар маған қатты ұнады. Сондықтан да бұл дораманы көруге советую. Екінші дорама семейный жанрда, снова 18 деп аталады. Яғни сюжет бойынша кейіпкер 40 жасынан 18 жасына қайтады. Ұмытпасам 40 жасынан, 18 жасында кезіндегі түрік келбетіне ауысып кетеді каким-то образом. Және өмірінің жаңа бір тарауын қайта бастайды деп айтсам болады. Бірақ бұл жерде семейный ценностьтарды жақсы көрсеткен, жалпы жанұяңның қадірін білу, өз уақытыңды бағалау деген сияқты түсініктерді жақсы қалыптастыруға болады. В целом комедийный жанрда маған ұнады, және де актерский состав. Мен жалпы өзім дорамаларды көрген кезде романтика, мелодрама деген сияқты жанрларға қарағанда боевик, триллер деген сияқты жанрларды жақсы көремін. Қазір мен айтатын список дәл осы триллер жанрында. Бірінші дорама «Пентхаус», одан кейін «Мышь», «Лучший из зол» және де «Мое имя» деп аталады. «Пентхаус» өздеріңіз білетін шығарсыздар, 3 сезоннан тұрады. Ол дорама прям интриганың көкесі. Ол жерде деген сюжеттер қалай сен күтпегендей өзгеріп кетеді. Жалпы актерлардың киінуі, стилі, бәрібір байлықтың несі шығып тұрады. Маған сол жағынан жақсы ұнады, және де әрине өнерге қызығушылығымды арттырып жібереді. Әсіресе операға. «Мышь» дорамасын мен өте көп спойлерларды көріп барып бастадым, бірақ соңында да мен до конца сенген жоқпын, кім соңында убийца екені. Серийның убийцалары туралы менен дорамаларды топтастырып көре беремін, бірақ сонда да осы «Мышьта» никак білген жоқпын, сенген жоқпын. Ойларым прям кейіпкерлердің қасында мен жүргендей болдым, мықты түсірген, және басты кейіпкер, басты актер, браво, мен просто басын дедім, не деген керемет сюжет. Дәл осындай криминал, боевик жанрдағы келесі дорама ол «Худший из зол». Вау, төбелестер, қан. Және де әрине ол жерде прям жесткий сценалар өте көп, бірақтан сонда да маған қатты ұнады. Бұл жанрдағы ең прям топ деген дорама деп айтатын едім. Егер сіз бұл жанрды жақсы көрсеңіз, советую, қазір көріп тұрсаңыздар. Одан кейін тура осылай криминал, экшен бағытта менің осындай дорамаларға, осындай жанрға махаббатымды ашқан «Мое имя» деп аталады. Прям главный саундтрек, музыка. Вау, просто супер. 8 сериясын мен бір-ақ күнде бітіріп тастағанмын. Өте күшті түсірілген, және де әрине мен күтпегендей, соңы мен күтпегендей болды. Көруге советую тоже. Жалпы мелодрама, романтикалық жанр әрине қатты ұнай бермейді, бірақтан мына дорамаларды көруге қатты кеңес беремін. Себебі бұл дорамалардан кейін белгілі бір өміріңізде өзгерістер болуы мүмкін. Ол біріншісі Дебора. Мен оны 2 рет көрдім, 1 рет емес. Басты кейіпкер өзінің жігітімен айырылысып кеткеннен кейін оны қайтарып алу үшін негізі өзгеріс енгізіп бастайды өзінің өміріне, өзіне, бірақтан соңы қалай күшті бітеді. Жылайтын да, күлетін де, прям өміріңе шабыт беретін де сәттер өте көп. Осыдан кейін мен iPad алдым деп айтсам болады. Себебі сол жердегі кадрлар прям жазушы ғой енді кейіпкер, прям күшті бір эстетикаға толы бір сондай бір кадрлар болды iPadпен жазып отқан. Сол кадрлар маған прям iPad алуыма
просто әсер етті деп айтсам болады. Одан кейінгі драма бізде «Королева слез». Қазір турецкий версиясы шыққан, бірақ в целом мен өзім турецкий сериалдарды көре алмаймын, маған ұнамайды. Бірақтан «Королева слез» енді киімдерді ауыстыру, аутфиттар бойынша просто қаншама бір серияның өзіне қанша рет ауыстырады. В целом маған ұнаған ол жерде атмосфера, вайб, просто мен кейіпкерлерді қимадым соңында. Және сол бүкіл кейіпкерлер үшін прям 100-ден 100 деп қоятын едім. Актерлық состав прям топовый, состав прям күшті, және де жанр тоже өте әдемі, махаббат, өзіңнің жақсы көретін адамдарыңды құрмете, сыйлау, оларды түсіну, және өмірді махаббатпен өткізу, ештеңеге өкінбейтіндей өткізуге күшті бір шабытты сыйлайтын анық. Кім әдемі, эмоциональный және де қайғылы историяларды жақсы көреді, мен осы бір дораманы көруді советую. Бұл драма «Подснежник». Маған главный актер қатты ұнайды. Менің жалпы дорамалардағы ең бір жақсы көретін актерім деп айтсам болады. В целом мен Джису үшін емес, сол Хейн үшін көрген болатын. Бұл история прям күшті. Енді Кореяда атмен болғанмен, көп хейтқа ұшырағанмен, мне кажется, сырттағы елдер үшін, ол жердегі адамдар үшін бұл драма өте қатты өткен сияқты. Көріңіздер, прям советую. Енді фэнтези жанрында көп көре бермеймін, бірақтан мына көрген сериалдар маған қатты ұнады. Ол біріншісі «Дже скоро умрет», өмірді бағалауға қатысты, және де саған второй шанс берілсе не істер едің деген сияқты бір түсініктер қалыптасады. Бірақтан әрине кішкене бәрібір мистикалық бағыттар өте көп, бірақтан жақсылап отырып көрген кезде ойланып көру керек. Все-таки. Бірақ в целом ол өмірдің смыслы туралы размышлять етуге, одан кейін өмірде берілетін мүмкіндіктерді прям жақсылап қарауға көмектесетін сияқты. Тағы бір драма, дәл осы бағытта «Доктор Призрак». Тоже фэнтези бағытта, бірақтан мен өзім врачтар туралы фильмдерді жақсы көремін, сондықтан маған өте қатты өтті. Комедия деп айтсам болады. Кім күлкісі келеді, пожалуйста, «Доктор Призрак» көріңіздер. Келесі тоже экшен, боевик, экшен жанрда «Слабый герой». 2 сезонды көрдім, екеуі просто вау. Просто вау. Учебный класс, да, который примерно похожий деп айтып, мен онда көрген болдым. Маған в целом ол өткен жоқ. Бірақ «Слабый герой» вот это просто 2 сезондағы актерларды таңдау, актерлық состав қандай күшті, өз рөлдерін қалай алып шықты. Прям вау. Актерларда болып жатқан трансформация, күтпеген өзгерістер әрине күшті. В целом негізі мына айтып жатқан дорамалардың қандай күштілігін мен сөзбен жеткізіп бере алмаймын ше. Негізі шын мен көру керек. Маған қатты ұнады бұл драма. Шынымен достықты, өзің үшін тұрып беруді, достарың үшін тұрып беруді, прям духыңның мықты болуын көрсететін сияқты бұл драма. Келесі драма «Охотничьи псы». Тоже күшті, бірақтан өкінішке орай әрине главная героиняны просто каким-то образом сливать етті, но все же в целом смыслды жақсы жеткізген сияқты. 2 сезон болады деді, күтейік. Маған қатты ұнады, бірақ күнде бітіріп тастадым. Динамика, четкость, прям адамдар, ол жердегі кейіпкерлер кек алу үшін қалай өзгерді, қандай дисциплина, вау, дружба, просто күшті. Келесі драма, енді бұл 14-ші драма, келесі драма бізде «Мерцающий арбуз», музыкальный бағытта. Мен «Одержимый мечтойды» да айта аламын, көріңіздер деп. Мен сол кезден бастап өзім музыкалық жанрдағы драмаларды жақсы көремін. Бұл «Мерцающий арбуз» маған қатты ұнағаны. Мен «Заманбек» деген біздің қазақстандық фильмді көрдім. Сол «Заманбектің» астында «Мерцающий арбузға ұқсайды» деген бір отсылка көріп қалдым. Содан кейін «Мерцающий арбузды» көрдім, маған қатты ұнады. Бір 2-ақ күннің ішінде бітіріп тастадым деп айтсам болады. Өте қатты ұнады, өте. Мне кажется, мен фильмдерді актерлік составқа бола көретін сияқтымын, «Мерцающий арбуз» маған атмосферасымен, жастық шақ, мен өзім әлі жаспын. Все-таки сондай жағымен қатты күшті алған сияқты, уақытқа путешествие, музыкальный бағытта өте әдемі болған сияқты. Көріңіздер, в целом советую.
сюжет күшті. Келесі драма енді бұл драма енді үш сезонда күшті, бірақ та маған екінші, үшінші сезон қатты өтті, және де бұл туралы мен өзім шығарған рилстарымды атып кетті. Бүкіл әлемді кореялық драмамен таныстырған деп енді қатты асыра сілтесем шығар, асыра сілтеген болармын, бірақтан все-таки «Игра в кальмара». Это просто вау. Драма көрмейтіндердің бәрі осы именно «Игра в кальмара» обязательно точно көрген шығар. Өте қатты ұнады, честно. Мен ондай жанрды жаңа айттым ғой, жақсы көремін деп. Бұл жанр өте күшті болды, прям вау. Бұл жерде бәрі қосылған: экшн, боевик, триллер, выживание барлығы бар да. И қандай интригада ұстап отырады, до конца ұстап отырады интригада. Мен енді кино критик емеспін, не бойынша бағалау керек екен деп. Шын айтсам, мен өзім актерлік составқа қараймын, сюжетке қараймын, кадрлардың қойылуына, қалай түсірілгендігіне қараймын, жалпы играға қараймын, актерлар қалай ойнап жатыр екен деген сияқты. Вот. Енді маған шын керек. Бұл айтылған 15 драманың барлығы қатты ұнады. Сол мен айтып өткен рейтинг бойынша, эмоцияны жеткізу бойынша, өзімнің көңіл күйім, сол видеодан алған әсерім бойынша, және де әрине динамикасына, ол жердегі қандай күшті сюжетке, кейіпкерлердің қалай өздерінің ойларын, эмоциясын, прям фильмнің жеткізгісі келген мысль барлығын күшті жеткізгені маған прям вау. Бізде аталмыш драмалар өте рейтингі Кореяда либо әлемде қандай екенін білмеймін, бірақ мен үшін шынымен топтың тобы. Бұдан басқа да драмалар көп, бірақтан прям 100-ден 100 қойған осы драмалар. Қазір мен көріп жатқан бір драма бар, ол «Алхимия душ». Маған қатты ұнады, ол жердегі картина прям өте қымбат көрінеді, және де әрине түсірілімнен просто картинадан рахаттанып көресің. Дәл осындай драма «Мистер Солнечный свет», осы драманы да көруге кеңес беремін. Осы екі драма маған түсірілуі бойынша, мне кажется, драмалардың ішіндегі ең топовый деп айтатын едім. Екеуінің де сюжеті қызық, және де әрине актерлік состав, ойын барлығы керемет, 100-ден 100. Маған қатты ұнайды. Мен барлығын постерлермен шығарып көрсеттім. Көресіздер деген ойдамын, және де бұл драмалардан кейін әрине сіздің драмаларға деген махаббатыңыз ашылатын шығар, бәлкім сүйікті жанрыңыз мен сияқты мелодрама, романтиктерден сондай триллер жанрға ауысып кеткен сияқты, ауысып кететін шығар. Көреміз. Саламатсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.